Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 115-ші сабақта біз бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығаруды үйренеміз. Бірінші тапсырмада бөлшектерді өсу ретімен жаз, сонда сен ауаны қорғау тәсілдердің бірін білетін боласың деді. Қараңдар, 65-тің 54 бөлігі, одан кейін 65-тің 15 бөлігі. Яғни өсу ретімен жазылу деген бөлшекті ол алымы кішісінен бастаймыз, Өйткені бұл жерде бәрінің бөлімдері бірдей болып тұр, бәрі 65 болып тұр. Ал алымы бізде 15, 54 әртүрлі, сондықтан ең азынан алайық. Ең азы алымының ол 15, 65-тен 15 бөлік. Одан кейін 65-тен 25 бөлік, одан 65-тен 29 бөлік, 65-тің 32 бөлігі, 65-тің 39 бөлігі, осылай кете береді. Орнына қойсақ, бізде көгалдандыру деген сөз шығады екен. Яғни ауаны қорғау тәсілдерінің бірі ол көгалдандыру. Ағаш егу, гүл егу. Енді екінші тапсырмаға қарайық. Есептерді шығар деді. Сая жолға 126 ағаш отырғызылды. Олардың 6-тан 1 бөлігі қайың. Сая жолда барлығы қанша қайың бар дейді. Қараңдар, 126 ағаш бар, оның 6-тан 1 бөлігі деген, яғни 126-ның 6-дан 1 бөлігі. Ол үшін біз 126-ны 6-ға бөлеміз, оны 1-ге көбейтеміз. Сонда 21 қайың болды. Яғни жауабы сая жолда 21 қайың бар екен. Енді нұсқасында сен санның бөлігін табуды білесің. Бірнеше бөлікті тауып көр. Сая жолға 126 ағаш отырғызған. Олардың 6-тан 3 бөлігі үйеңкі. Сая жолда барлығы қанша үйеңкі бар дейді. Енді қараңдар, 6-тан 3 бөлігі болса, 126-ны біз 6-ға бөлеміз де 3-ге көбейтеміз, Сонда 126-ны 6-ға бөлсек, бізде 21 шығады, 21-ді 3-ге көбейтсек, 63 үйеңкі бар екен. Балалар, есімізде сақтайық, санның бөлшекпен өрнектелген қандай да бір бөлігін табу үшін осы санды бөлшектің бөліміне бөліп, алымына көбейту керек. Қазіргі шығарған мысал 126-ның 6-тан 3 бөлігінде біз солай істедік. 126-ны 6-ға бөлдік, 21 болды. Ол яғни бір бөлігінде 26 сан бар деген сөз, Енді осы 3 бөлігін табу үшін осы 21-ді 3-ге көбейтем, сонда 63 болды. Енді есептер шығарайық. Үшінші есепте сенбілікке 369 оқушы шықты. Олардың 9-дан 2-сі 4-ші сынып оқушылар. Сенбілікке 4-ші сыныптан қанша оқушы қатысты дейді. Яғни 369-ды 9-ға бөлеміз, және де оны 2-ге көбейтеміз, 369-ды 9-ға бөлетін болсақ, ол 41 болады. 41-ді 2-ге көбейтсек 82. Яғни 82 оқушы қатысқан екен. Нұсқасында веложарысқа қатысушылар 15 000 км арашықты жүріп өтуі тиіс. Жолдың 5-тен 3 бөлігі жүріп өтті. Енді қанша жол жүруі тиіс дейді. Бұны білу үшін 15 000-ды 5-ге бөлеміз де 3-ге көбейтеміз. 15 000-ды 5-ге бөлсек 3 000, 3 000-ды 3-ге көбейтсек 9 000 болды. Яғни 9 000 бізде 5-тен 3 бөлігі, Енді қанша жол жүру тиіс? Яғни 9 000 километрді жүріп өтті, барлығы 15 000, Енді қанша жүру білу үшін 15 000-нан 9 000-ды аламыз, сонда 6 000 болады. Яғни әлі 6 000 километр жол жүру керек екен. Төртінші тапсырмада пайызды бөлшек түрінде жаз дейді. 4800 теңгенің 2% қанша болады? Ол үшін 4800-ді 100-ге бөліп, 2-ге көбейтеміз. Сонда 48-ді көбейтсек 96 теңге болады. 1 километрдің 15% дегеніміз, 1 километрді метрге айландырып аламыз, 1000 болады. 1000-ды 100-ге бөліп, 15-ге көбейтеміз. Сонда 10-ды 5-ге көбейтсек 150 метр болады. 8 километрдің 74% дегеніміз, километрді метрге айландырамыз, 8000-ді 100-ге бөлеміз де 74-ге көбейтеміз. Сонда 5920 метр 74% екен. 1 тоннаның 85% дегеніміз, 1000 килограммды 100-ге бөлеміз, 10 болады, 10-ды 85 көтсек 850 килограмм 85% екен. Енді 25 тоннаның 14% дегеніміз 25 000 килограмм болады ғой, соны 100-ге бөлеміз, 250-250-ді 14-ге көбейтсек 3500 килограмм болады. 9 килограммдың 35%-ын табу үшін 9 килограмм дегеніміз 9000 грамм, оны 100-ге бөлеміз, 90 болады, 90-ды 35-ге көбейтсек 3150 грамм болады екен. Енді 5-ші тапсырмада жол бойына отырғызу үшін 540 түп терек және бірнеше түп қарағаш көшет әкелінді. Қарағаш теректің 6-тан 2 бөлігі, жол бойына отырғызу үшін барлығы қанша көшет әкелінді дейді. Енді қарағаш дегеніміз теректің 6-тан 2 бөлігі, яғни біз 540-ты көбейтеміз 6-дан 2-ге. Ол үшін 640-ты бірінші бөліміне бөлеміз де
540-ты 6-ға бөлеміз, 90 шығады, 90-ды 2-ге көбейтеміз, сонда 180 шықты. Яғни 180 қарағаш бар екен. Енді осы 180 қарағашқа барлығы бізде 540 терек бар ғой, осыны қосамыз, сонда 720 шықты. Яғни барлығы 720 көшет әкелінген екен. 6-шы тапсырмада теңдеу шешу беріліпті. X алу 12-ден 5 тең 12-ден 2. Бұл жерден X-ті табу үшін біз мына 12-ден 5-ке 12-ден 2-ні қосамыз, екен мына жерде алу тұр, енді сол бізде қосу амалына ауысады. Сонда бөлімдері 1-де 12 болды, алымдарын бір-біріне қосамыз. 2-ні 5-ке қоссақ 7, сонда X-іміз 7-ден 12-ке тең екен. Енді орнына қойып тексерейік. 12-ден 7 алу 12-ден 5, ол 12-ден 2 болады, тең 12-ден 2. Екіншісінде Z алу 19-дан 7 тең 19-дан 11 деп тұр. Z-ті табу үшін біз 19-дан 11-ге қосамыз, 19-дан 7-ні, бұл жерде де алу амалы қосу амалына ауысады. Сонда Z бізде бөлімдер 1-де 19, ал алымдарын 11-ге 7-ні қоссақ 18, 19-дан 18 болды. Орнына қойып тексереміз. 19-дан 18-ден аламыз, 19-дан 7-ні, 18-ден 7-ні аламыз. Сонда 19-дан 11 болды ғой. Сонда теңдік мына жағда 19-да 11 болады. Тура осылай қалған есептерді шығарамыз. Енді 7-ші тапсырмада амалдардың орындалу ретін анықта және есепте дейді. Қараңдар, біріншісінде біз жақшаның ішіндегі қосу амалын орындаймыз, одан кейін одан алу амалын орындаймыз, одан кейін жақшаның сыртындағы 156-ға көбейтеміз де, осы саннан шыққанды 26-ға бөлеміз. Екінші тапсырмасын қарайық. Бірінші жақшаның ішіндегі бөлуді орындаймыз, одан кейін алу амалын орындаймыз, одан кейін жақшаның сыртындағы көбейтуді, одан кейін екінші көбейтуді орындаймыз да, екі санды бір-бірінен аламыз. Енді бір тәулік алу 3 сағат 48 минут, қосу 9 сағат 56 минут дейді. Алдымен бұл жерде жақшаның іші жоқ, бөлу көбейту жоқ болғандықтан кезегімен орындай береміз. Бір тәуліктен 3 сағат 48 минут аламыз. Бір тәулік дегеніміз 24 сағат. 24 сағаттан 23 сағат 48 минут алсақ, 20 сағат 12 минут болады. Оған 9 сағат 56 минутты қосамыз, сонда бізде 29 сағат 68 минут болады. Оны біз 30 сағат 8 минут деп алсақ болады. 90 тоннадан 10 тонна 9 центнерді алу 32 тонна 4 центнер 4 килограмм дейді. Бізге оңай болу үшін біз мына тоннаны килограммға айландырып алайық. Сонда бізде 900 мың килограмм, алу 10.900 килограмм, алу 32.404 килограмм шығады. Сонда бізде жауабы 46.696 килограмм болады да, осыны біз тоннаға айландырып жазайық, 46 тонна 6 килограмм болады. Одан кейін бізде 8-ші тапсырмада саябақта шырша, жөке және қарағай ағаштар өсіп тұр. Қарағай мен жөке бірге алғанда 400, қарағай мен шырша 300, шырша мен жөке 440 ағаш. Саябақта әрқайсысы қанша ағаш бар дейді. Қараңдар, қарағаш пен жөке 400 деп жазамыз, қарағай мен шырша 300 деп жазамыз. Енді шырша мен жөке 440 болды. Енді біз осы жерден жөкені табатын болсақ, мысалы, жөке тең 400 алу қарағай деп жазамыз, Ал екіншісінен шыршаны табу керек болса, шыршада біз 300 алу қарағай деп жазамыз, Енді мына жерде қараңдар, шырша қосу жөке 440 деп тұр ғой. Яғни біз шырша дегеннің орнына 400 алу қарағай дегенді жазайық. Қосу жөкенің орнына 300 алу қарағай деп жазамыз. Одан кейін тең 440 дейміз. Енді осы жерде 300-ге 400-ді қоссақ 700 қарағай. Ал мына қарағайға қарағайды қоссақ 2 қарағай болды, тең 440 болды. Енді қарағайды табу үшін 2 қарағай тең 700 алу 440 дейміз. 700-ден 400 қаласақ 260-ға тең болды. Енді қарағайды табу үшін 260-ты 2-ге бөлеміз. Сонда 130 шықты. Сонда қарағай 130 түп екен, Енді біз айттық, қарағай мен жөке екеуі 400 едік қой. Сонда 400-ден 130 қарағайды алып тастасақ 270 шықты. Сонда 270-і ол жөке ағаш екен. Ал қарағай мен шырша 300 едік қой. Осы 300-ден 130 қарағайды алып тастасақ бізде 170 қалады, Сонда 170 бізде ол шырша ағаш екен. Сонда жауабын жазамыз. 270 жөке, 170 шырша, 130 қарағай ағашы бар деп. Одан кейін 9-ші тапсырмада бізге балалар жасыл бұршақ дәнін өсірді. Бақылау нәтижесінде олар кестеге жазды. Кестедегі мәліметтер бойынша дәптеріңе график сыз дейді. Графикті былай сызамыз. Жоғары жағына өсуі дейміз да, көлденеңінен біз күндерді жазамыз. Өйткені мына жерде күндер берілген, күндерді 1, 2, 3, 4 деп
10-ға дейін жазамыз да, ал өсуін қанша миллиметр? Мына жерде 0 миллиметрден бастап 21 миллиметрге дейін екен, яғни солай өлшеп жазып шығамыз. Енді бірінші күні ол 0 болды, екінші күні ол 6 болды, үшінші күні 9, төртінші күні 9 тоқтап қалды, бесінші күні 12, алтыншы күні 15, жетінші күні 15, сегізінші күні 15 тоқтап тұрды. Одан кейін 9-шы, 10-шы күні жоғары көтерілді. Сонда бізде мынандай міне график шығады екен. Осылай график жазып алсаңдар болады. 10-шы тапсырмада қайта салынған жолдың ұзындығы 126 километр. Жол шетінің 9-дан 2 бөлігіне ағаш отырғызылды. Жол шетінің тағы қанша километріне ағаш отырғызу қажет дейді. Барлығы 126 километрдің 9-дан 2 бөлігі отырғызылса, біз оны бөліміне бөлеміз де көбейтеміз, алымына. Яғни 126-ны 9-ға бөлеміз, 14 шығады, 14-ті 2-ге бөлсек 28. Сонда отырғызылған бөлігі 28 километр екен, Әлі қанша бөлігіне отырғызуын білу үшін 126-тан 28-ді алып тастаймыз, сонда 98 километріне ағаш отырғызылуы қажет екен. Ән нұсқасында егістіктің ұзындығы 15 километр. Ені ұзындығының 5-тен 3 бөлігіне тең. Егістіктің ені қаншаға тең? Егістік ауданы мен периметрін тап дейді. Енді қараңдар, егістіктің ұзындығы 15, яғни А тең 15 километр, В тең 5-тен 3 бөлігі. Яғни біз 15-ті 5-ке бөлеміз де 3-ке көбейтеміз. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 километр В-ға тең. Енді ауданды оңай табамыз, А көбейтілген В, яғни 15-ті 9-ға көбейтсек 135 километр квадрат болады. Ал периметрін табу үшін 15-ті 9-ға қосамыз. Сол кезде бізде 24, 24-ті 2-ке көбейтсек 48 километр болады. Сонда жауабы ені 9 километр, ауданы 135 километр, периметр 48 километр деп жазамыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.